Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге қан қысымын үй жағдайында қалай түсіруге болатынын айтамын. Гипертония немесе жоғары қан қысымы ағзадағы жүректің жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Гипертониясы анықталған адам өзін күтіну қажет. Артық салмақтан арылуы тиіс. Ол үшін дұрыс тамақтану керек. Майлы тағам жемеген абзал. Жоғары қан қысымын үй жағдайында ретке келтіретін көмектесетін ол үй құралдары. Бірінші, лимон шырыны және ақжелкен. Бұл екеуінің қосындысы несеп айдағыш қасиетке ие. Ағзадағы артық сұйықтықты шығару арқылы өзге де зиянды заттар шығып, қан қысымының төмендеуіне көмектеседі. Қажетті заттар: 1 лимон шырыны, 1 стакан су, 1 ас қасық туралған ақжелкен. Дайындау тәсілі: барлығын блендерге салып араластырыңыз. Күніне 1 стаканнан ішсеңіз болады. Екіншісі ол сарымсақ. Көптеген мамандар сарымсақты қан қысымын ретке келтіретін бірден-бір құрал деп санайды. Сарымсақты шикідей күніне 1 сарымсақ жегеніңіз абзал. Үшінші ол сұлы жармасы. Сұлы жармасында тағам талшықтары өте мол. Сұлы жармасы холестериннің 5%-ға азаюына көмек береді. Сұлы жармасын таңғы асқа тұтыну қан қысымын ретке келтіреді. Төртінші, ащы шоколад. Ащы шоколадтың құрамында флавоноид секілді белсенді заттар бар. Олар қан қысымын ретке келтіреді. Бұл жерде шоколадтың ащы болғаны маңыздырақ. Бесінші, зәйтүн майы. Өзге де пайдалы заттардан бөлек, зәйтүн майында қан қысымын реттеуге көмектесе алады. Ал алтыншы ол лаванда. Лаванда қан қысымын түсіретін тағы да бір табиғи өнім болып табылады. Лаванда бұл өсімдік алдын ала дайындап, артынша одан тұнба әзірлеуге болады. Сонымен қатар оны таблетка не капсула ретінде тұтынуға болады. Дәріханаларда ол қолжетімді. Және де соңғысы үй жануарлары. Үйіңізде ит немесе мысық болса тіптен жақсы. Олар сіздің қан қысымыңыздың ретке келтіретін айрықша құрал болып табылады. Аквариумдағы балықтың өзіне зер салып қарасаңыз, бұл да қан қысымының төмендетуіне әкеп соғады. Терапияның бұл түрі қан қысымы күйзелістен туған жағдайда жақсы әсер береді. Достар, сіздерге бұл видео пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Эльмира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.